Assalomu alaykum. Егер siz azajaq болсаңыз, осы видеоны вақытта бір көріп шығуды ұсыныс етемін. Осы видео арқылы біліп аласыз. Қазіргі уақытта сізде неше килограмм лишний вес бар, семіздіктің нешінші дәрежесі, азу үшін сізге қанша уақыт керек болады және марафон хақында толық түсінік беремін. Қазір сіздерге бір мысалменен түсіндіріп берейін. Мәселен, сіздің жасыңыз 30-да, бойыңыз 1,65, салмағыңыз 95 килограмм болса, ондай уақытта сізде 30 килограмм артықша салмақ болады. 30 килограмм артықша салмақ дегені бұл семіздіктің екінші дәрежесі есептелінеді. Енді семіздіктің бірінші, екінші, үшінші дәрежесінің farқын түсіндіріп кетейін. Мысалға, сіздегі артықша салмақ 12 килограммға жеткен болса, сіз семіздіктің еле бірінші дәрежесіне өтпейсіз. Артықша салмақ 12 килограммнан жоғарылаған уақытта сізде семіздіктің бірінші дәрежесі басталады. Мәселен, бойыңыз 1,65, салмағыңыз 75 килограмм болатын болса, сізде 10 килограмм артықша салмақ болады. Сіз еле семіздіктің бірінші дәрежесіне өтпеген есептелінесіз. Сіздегі артықша салмақ 12 килограммнан 25 килограмм аралығында болатын болса, сіз семіздіктің бірінші дәрежесінде, 25 килограммнан 35 килограмм аралығында болса, сіз семіздіктің екінші дәрежесінде боласыз. Ал егер артық салмағыңыз 35 килограммнан жоғарылап кететін болса, сізде семіздіктің үшінші дәрежесі болып есептелінеді. Егер қазіргі уақытта сізде семіздіктің бірінші, емаса екінші, емаса үшінші дәрежесі болатын болса, организміңізде нелер жүз беріп жатырды? Қазір осыны түсіндіремін. Одан алдын түсіндіріп кетейін, біздер неге семіреміз? Яғни, мысалға айтатын болсақ, бір үйде бір хаял һәм бір еркек адам жасайды. Сол хаялы пісірген ауқатты ер адамменен біргелікте, мәселен, обедте палау пісірсе, екеуі қосылып палау жейді, кешке сорпалы ауқат істесе, кешке қосылып сорпалы ауқат екеуі жейді, екеуі бірдей ауқатланады. Бірақ хаял адам семіз, еркек адам арық. Еркек адам қанша жесе де семірмейді, ал хаял адам, егер ол надұрыс ауқатланбайтын болса, артықша салмақ жинай береді. Бұның себебі метаболизм. Метаболизм дегеніміз бұл біздердің күнделікті жеген ішкен ауқатымыздың, ол алма болсын, кола болсын, нан болсын, бір дана кішміш болса да, сол ауқатлардың, сол өнімдердің калориясының организмге түскеннен кейін энергияға айланып шығып кетуі. Яғни, осы үшін біздерге метаболизм керек болады. Біздерде метаболизм төмен болған үшін күнделікті біздер жасағаннан кейін ішуді, жеуді давам етеміз. Мәселен, біздердің әрбір жеп жатқан затымыздың өзінің калориясы бар. Тек қана су менен көк шайдың калориясы, судың калориясы 0-ге, ал көк шайдың калориясы 1-ге тең болады. Қалғаны һәмме нәрсе егер нормадан көп желінетін болса, біздерді семірдіреді. Осы күнделікті жеп ішіп жатырған ауқатларымыз организмде майға айланбай, энергияға айланып шығып кету үшін біздерде метаболизм жақсы істеу керек. Ал семіз адамларда артықша салмағы бар болған әр біріңізде сіздерде метаболизм дұрыс жұмыс істемейді. Сол үшін да біздер семіреміз, біздердің семіздікке бейімділігіміз бар болып есептелінеді. Енді біздерде метаболизм төмен, сол себеплі біздер семіріп атырмыз. Өзі төмен метаболизм біздердегі семіздіктің дәрежелері жоғарылаған сайын ол еледе төменлей береді. Мәселен, сіз семіздіктің бірінші дәрежесіне өттіңіз ба, өзі төмен метаболизм және төмендейді. Екінші дәрежесіне өттіңіз ба, метаболизм бірінші дәрежеде қандай жұмыс істеген болса, одан және төменге түседі. Үшінші дәрежеге өттіңіз ба, ол еледе төменлей береді. Сондай артықша салмақтың себебінен, біздердің организмізде метаболизміміз еледе төменлеуі себебінен біздер жыл сайын салмақ қоса береміз. Жыл сайын салмақ қосыла береді. Себебі метаболизм біздер семірген сайын төменлеп атыпты. Мәселен, сіз өзіңіздің мысалыңызда көрсеңіз, сіз 3 жыл алдын, немесе 2 жыл алдын 90 килограмм болған болуыңыз мүмкін. Ал қазіргі уақытта 2-3 жыл өтті, сіз 95, немесе 96, немесе 93 килограмм болуыңыз мүмкін да. Осындай қылып біздер жыл өткен сайын салмақ қоса береміз. Себебі біздерде семіздікке бейімділік бар, метаболизм төмен жұмыс істеп жатырды. Мәселен, қазіргі уақытта сіз мүмкін 65, мүмкін 75, мүмкін 85, мүмкін 95 килограммсыз, ал егер сіз дұрыс ауқатлануды баслап, осы артықша салмағыңыздан құтылу үшін әрекет етпейтін болсаңыз, сізде салмақ еледе жоғарылай береді. Мысалға, сіз 95 килограммсыз, ертең ойланып көрің, 4-5 жылдан кейін сіздің салмағыңыз мүмкін 100 кило болуы мүмкін, мүмкін 103, мүмкін 97 килограмм болуы мүмкін. Бірақ бір затты мен анық айта аламын, сіздегі салмақ өзіне өзі, я сол салмақта қатып қалмайды, я сіз өзіңізден өзіңіз азып қалмайсыз.
Және екінші айтатұғын затымыз, мәселен, семізлік организмге зиян, әрбір органымызға нагрузка, біздерге қосымша кеселік шақырады деп айтамыз, иә? Денемізде май көбейген сайын, ол ішкі құрылысқа қарай өтіп, мәселен, қарынды, бөксені, қолыңызда, аяғыңызда май жиналуы мүмкін, иә? Ал одан басқа ішкі құрылысымызды, мәселен, бауырымызды, жүрегімізді май басу сияқты кеселіктердің біздерде рауажлану қаупі қаттыға жоғары болады. Себебі денемізді май басып жатырды. Енді Құдай сақласын, ондай болмағай, бірақ егер сізде бауырда, жүректе май басу болатұғын болса, ондай уақытта сізге дұрыс ауқатлану да емес, қатаң диета бұйырылады. Яғни бауырдағы, жүректегі майды ерту қаттыға қиын болып есептелінеді. Рационыңыздан бүткіл қамырлы ауқат, нанды, мазалыларды, өздеріміздің күнде жейтұғын палау, күртік деген ауқатларымызды бүткіл шығарып жіберіп, сіз қатаң диетаға отыруыңыз керек. Себебі бауырдағы, жүректегі майды ерту ол қаттыға қиын болады. Және артықша салмақтың себебінен сізде инфаркт, инсульт, қан басымы, крижа сияқты кеселіктерде рауажлануы мүмкін. Сол үшін де артықша салмақ, мен әрдайым айтамын, тек қана бұл қарынның шығып кетуі, ямаса өзіңізге деген сенімсіздік, сіздің сұлу емес көрінуіңіз емес, денсаулығыңызда өзінің ұнамсыз бір қанша кері тәсірлерін тигізуі мүмкін. Осындай кеселіктер сізде рауажланып кетпей тұрып, уақытында алдын алып, азуды баслауды маслихат етемін. Видеоның қалғаны марафон хақында қысқаша түсінік болады. Көпшілігіңізде сондай сұрау болады, біздер қалай азамыз, не қылуымыз керек? Азу үшін үйден шығуымыз керек па, залға баруымыз керек па, сол жаңағы күнделікті жейтін ауқатларымызды өзгертуіміз керек па, қандай калорияда ауқатланамыз, қанша уақыт шынығу істеуіміз керек? Осындай сұраулар әмеңізде бар, білемін. Қазір қысқаша осы сұрауларға жауап беріп кетемін. Мен өзім 14 килограмм аздым, 14 килограммды мен қалай аздым? Мен азуды бастаған уақытта екінші перзентіме емізуледім. 8 айлық уақытынан бастап мен азуды бастағанмын. Және де мен үйдегі сол бар ауқатларды жеп, өздеріміздің менталитетке сай түрде ауқатланып, мәселен, бір күн қою ауқат, бір күн сұйық ауқат, енді дұрыс әр күні палау, күртік, сомсаларды жеп азалмайсыз, бірақ нормасы менен жеп азуды үйренеміз. Яғни біздер қашан күшлі ауқатты жесек азамыз, қашан күшлі ауқатты жесек, ол біздердің организмімізге майға айлануы мүмкін. Хаптелік норма қандай болады? Мәселен, хаптесіне қамырлы ауқатты қанша жеуіміз керек? Күшлі ауқатты, сомсаны қашан жесек болады? Ұлым айтқанда, азу үшін қалай ауқатлану керек? Үйіңізде табылатын өнімлерден, мәселен, үйіңізде бар ауқат, сол ауқаттың қайсы бірі сізді аздыру мүмкін, қалай таярласаңыз сізді аздыру мүмкін. Осылардың әммесін үйренесіз. Азу үшін қалай ауқатлану керек, неше мезгіл ауқатлану керек, қандай нормада, көп ауқат жеп қоймау үшін нелер қылу керек, асқазанды кішірейтіру үшін қандай әдетлерді қалыптастыру керек, уақытында ұйықтау арқылы қалай азуға болады, азу үшін қалай су ішу керек, қалай су ішу керек, үйде істенетұғын жеңіл шынығуларды істеп қалай азуға болады. Мәселен, әммеда біздерде залға барып тренермен шынығу істей алмайды. Ұлым айтқанда, азудың қандай сыры болса, осы марафонда үйретемен. Негізінде азу көпшілігіңіз ойлағандай қаттыға қиын процесс емес. Көпшілік ойлайды, азу үшін біздер мазалы ауқатлар жей алмаймыз, тек сорпа ішеміз, парланған ауқатлар жейміз, қатқа гречканы былғап жеуіміз керек. Мәселен, ол гречканы да мазалы қылып таярлап, азу үшін мазалы қылып, тек оны қатыққа былғап емес, мазалы қылып пісіріп жеуге де болады. Және көпшілік ойлайды, сағатлап шынығу істеу керек, залға бару керек. Біздер залға бара алмаймыз. Ата-енем қарсы болады. Үйінде кішкентай балаларым бар, үлгере алмаймын. Ұлым айтқанда, біздерде осындай сылтаулар көп. Біздер өздерімізден басқа мені бірінші, екінші, үшінші, төртінші орынларға қоямыз да, өздерімізді ең кейінгі орынға қоямыз. Аял адам энергияны өзінен алады. Егер ол айнаға қарағанда өзін өзі жақсы көрсе, нәзік, сұлу өзін көретұғын болса, оның настроениесі де жақсы болады, көңіл кейпияты жақсы болса, балаларына да жақсы қарайды, оларға жақсы тәрбие береді, оларменен ойнайды, әркімменен әйтеуір заттың үстіне ұрысып кете бермейтұғын болады, нерві тыныш болады. Сол үшін де уақытқа шекем әртүрлі сылтаулармен азуды баслай алмай жүрген болса, хаммесін жинастырамыз, өздерімізді қолға аламыз. Сіздердің қолыңыздан келеді, әйел адамның 40 жаны бар дейді ғой. Осы уақытқа шекем осы жағдайға келуіңізге өзіңіз себепші болдыңыз, яғни өзіңізге бейпарқылығыңыз себеп болды. Гормоннан семірдім дейміз, туғаннан кейін семірдім дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, бірақ барлығы айланып келгенде сол өзімізге бейпарқылығымыздан. Егер де сіз маған азуға жәрдем берің десеңіз, мен қолымнан келгенше жәрдем беруге дайынмын. Менен білім, сізден әрекет. Қазір тәуекел етіп қадемді таслаң, 2-3 айдан кейін өзіңіздің нәтижеңізден қуанып отыру сізге де бұйырғай. Ақырында 2 түрлі тарифпенен сіздерді таныстырамын. Менде 2 түрдегі марафон бар. Бірінші түрдегі марафон групповой марафон, яғни группада 40, 50, 60 адамға шекем болады. 2 айлық марафонның бақасы 199 мың болады.
Менде 1 айлық 21 күнлік деген марафонлар болмайды, себебі 1 айда бәрібір де сізде 10 килограмм артықша салмақ болатұғын болса да, сіз 1 айда 10 килограмм азып, қарныңыз қайтып, денеңіз қатайып, қайтып семірмей тұғындай жағдайға жете алмайсыз. Анық нәтижеге жетемен, мен азаман, өзгеремен дейтұғын болсаңыз, сізге 1 ай жетпейді. Сол үшін да мен 1 айлық марафон ашпайман, менде марафонлар 2 айлық. Міне осы марафонымыздың бақасы, 2 айлық марафонның бақасы 199 мың. Әр хапте тазадан менюлар тасланады. Әр хапте тазадан менюлар тасланады. Сіздің жағдайыңызға қарай әр түрлі менюлар тасланады. Екінші тариф бұл жеке ислесу, яғни бір группада тек қана 15 адам болады. Марафонымызда 60 күн дауам етеді. Бұл марафонымыздың бақасы 349 мың. Екі түрлі марафонда да азу методикасы, менюлар, хәмесі бірдей болады. Тек қана жеке ислесу марафон кімлер үшін? Мәселен, группада 50-60 адам болғаны маған ұнамайды. Мені тез-тезден контроллап тұруыңыз керек. Әр күні мені тексеріп, әр бір ауқатымды анализлеп, әр бір хаптеден маған анализлеп отыруыңыз керек. Басымда біреу бақырып тұрмаса азалмайман. Қазіргі уақытқа шейін неше түрлі марафонларға қатынасып нәтиже ала алмай жатырмын. Маған күшлі контрол керек деген аял қызларымыз үшін. Ең ақырында айтайын, сіз қайсы түрдегі марафонға қосылсаңыз да, егер өзіңізден әрекет болатұғын болса, сізде зор нәтиже болады. Видеоны ақырына шекем көргеніңіз үшін рахмет. Қосымша мағлұматлар керек болса, дайректке, емесе телеграмнан хабарлассаңыз болады.